Қайырлы күн болашақ магистранттар. Біз бүгін М0 мамандығы бойынша 2026-да келетін магистратура тестін талдайтын боламыз. Бізде бірінші есеп күрделі дәрежелік функцияның туындысы дейді. Күрделі функцияның туындысын алған кезде біз ең алдымен сыртқы функциядан туындыламыз, сосын ішкі функциядан туындалады екенбіз. Сонда y-тің туындысы тең бір азайтылған x-тің 20 дәрежесінің туындысы и көбейтілген бізде ішкі функция ол бізде 1 минус x-тің туындысы. Енді мұнда бізде 20 дәрежесі алдына түседі, және одан бірді азайтып жүреміз. Сонда 20 көбейтілген 1 минус x-тің 19 дәрежесі и көбейтілген 1-дің туындысы бізде 0-ге тең, ал минус x-тің туындысы бізде минус 1-ге тең болады екен. Сонда минус 20 көбейтілген 1 минус x-тің 19 дәрежесі деген жауап шығады екен. Ондай жауап бізде С жауабында тұр. Келесі екінші есеп. Жәшіктегі 12 шардың 10-ы боялған. Жинаушы кез келген 3 шарды алды. Алынған 3 шарда боялғандығының ықтималдылығын табыңыз дейді. Біз бұл есепті шығару үшін классикалық формуласын қолданады екенбіз. Ықтималдылықтың. Ол бізде пи тең n бөлінген m. n деп отырғанымыз бізде керек жағдай, және m деп отырғанымыз бізде жалпы жағдай. Енді жалпы жағдайды табамыз бірінші m-ді. Оны біз теру формасымен табамыз. Бізде жалпы 12 шар бар. 12 шар бар. И 12 шардан бізде 3 шар ғана алынды. Сонда S 12-ден 3. Енді осыны шығаратын болсақ, 12-нің факториалы бөлінген 3-тің факториалы и көбейтілген бізде 12-ден 3 азайтамыз, ол бізде 9-тың факториалы. Енді есептейтін болсақ, шамдап 9-дың факториалы көбейтілген 10, көбейтілген 11 и көбейтілген 12. Бөлінген 2 көбейтілген 3 көбейтілген 9-дың факториалы. Мұнда бізде 9-дың факториалы мен 9-дың факториалы қысқарады. Сосын 2 мен 12 қысқарады, 6 қалады. 3 пен 6 қысқартамыз, 2 қалады. 10 көбейтілген 11 бізде 110, 112 көбейтеміз, 220 шығады екен. Енді керек жағдай. Керек жағдайда біз терумен жазатын болсақ, бізде жалпы 10 тал боялған шар бар, ал 10 тал боялған шардың ішінен бізде 3 тал боялған шар шығуы қажет. Сонда 10-ның факториалы бөлінген 3-тің факториалы и көбейтілген 7-нің факториалы. Мұнан ашып жазатын болсақ, 7-нің факториалы көбейтілген 8 көбейтілген 9 и көбейтілген 10. Бөлінген 2 көбейтілген 3 көбейтілген 7-нің факториалы. 7-нің факториалы мен 7-нің факториалы кетеді. 9 бен 3 қысқарады. Онда 3 қалады, 2 мен 8 қысқарады. 4 қалады. 4, 3, 12, 12-ні 10-ға көбейтсек, бізде 120 деген керек жағдайдың шешімі шығады. Сонда бізде керек жағдай жалпы 120, ал жалпы жағдай бізде 220. 10-ға қысқартатын болсақ, 12 бөлінген 22, 2 қысқартатын болсақ, 6 бөлінген 11. Енді 6-ны 11-ге бөлетін болсақ, бізде 0 бүтін 10 мыңнан 5455 деген жауап шығады екен. Ол жауап бізде Б жауабында тұр. Келесі бізде үшінші есеп, күрделі логарифмдік функцияның туындысын табыңыз дейді. Бұл да бізде күрделі функция, сыртынан туындыламыз, сосын ішкі функциядан туындыламыз. Сонда y-тің бірінші рет туындысы тең ln квадрат x-тің туындысы и көбейтілген ішкі функция ол бізде ln x-тің туындысы болады екен. Мұнда бізде 2 дәрежесі алдына түседі и одан бізде бір азайтылып кетеді. Сонда 2 ln x көбейтілген ln x-тің туындысы бізде 1 бөлінген x. Сонда бізде шамдайтын болсақ, 2 ln x бөлінген x деген жауап шығады екен. Ол жауап бізде Д жауабында тұр. Келесі төртінші сұрақ. Екінші ретті анықтауышты есептейтін формула дейді. Бұнда жалпы формуласын жазайын. Тең А11, А12, мұнда А21 және А22. Бұл екінші ретті анықтауышты есептеу үшін біз
А11 мен А22-нің көбейтіндісінен азайтамыз. А12 мен А21-дің көбейтіндісін. Ондай жауап бізде жауапта А жауабы келмейді, Б жауабы келмейді. С жауабында тұр екен. Бізде С жауабы болады. Келесі 5-ші сұрақ. Бізде дифференциалдық теңдеудің шешімін табыңыз дейді. Мынау дифференциалдық теңдеу бізде бірінші ретті сызықты дифференциалдық теңдеу. Оның жалпы формасы бізде y-тің бірінші рет туындысы. Қосылған p от x көбейтілген y тең q от x. Енді мынаны осы түрге келтіруіміз керек. X көбейтілген y-тің бірінші рет туындысы минус 2y тең 2x-тің 4 дәрежесі. Енді екі жағында x-қа бөлетін болсақ, y-тің бірінші рет туындысы минус 2y бөлінген x тең 2x көп болады екен. Міне, мынау бізде бірінші ретті сызықты дифференциалдық теңдеу. Біз бұл есепті шығару үшін біз Бернулли әдісін қолданамыз. Бернулли әдісі деп отырғанымыз y тең u көбейтілген v, сосын оның туындысы u' көбейтілген v қосылған u көбейтілген v-ның бірінші ретті туындысы. Енді осыны апарып орнына қоямыз. Сонда u' көбейтілген v қосылған u көбейтілген v' және азайтылған 2 көбейтілген u көбейтілген v бөлінген x тең 2x куб. Енді осы жерден біз u көбейтілген v-ның өзін жазамыз, и қосылған мына u-ды жақша сыртына шығарамыз. Сонда v' азайтылған 2v бөлінген x қалады екен, и тең 2x куб. Енді жақшаның ішіндегі функцияны біз нөлге теңестіріп аламыз. Сонда v' тең, сразу жаза кетейін мұнда, 2 көбейтілген v бөлінген x. v-ның v' деп отырғанымыз ол dv бөлінген dx-қа тең. 2 көбейтілген v бөлінген x. Енді екі жағында dx-қа көбейтеміз. dx және x-қа көбейтеміз. Сонда мына жерден бізде x көбейтілген dv, жоқ, x-ке көбейтпей қойсақ та болады. Тек dx-қа көбейтіп жіберсек, сосын v-ға бөліп жіберсек. Сонда бізде қалатыны dv бөлінген v, и мында 2 dx бөлінген x қалады. Енді екі жақтың да айнымалыларын ажыратып алдық, екі жақтан да интеграл аламыз. Сонда ln v тең 2 ln x қосылған ln s. Енді логарифмдер қасиетін қолданамыз. ln v тең 2-ні біз x-ің дәрежесі ретінде жібереміз. Сосын логарифмдер қасиеті бойынша мұнда қосу болғандықтан ішіндегі x пен s көбейтіліп кетеді. Сонда x квадрат, мұнда ln x квадрат көбейтілген s болады. Екі жағында ln-ді жойып жібереміз. Сонда v тең x квадрат көбейтілген s қалады. Бұнымен есеп аяқталған жоқ әлі. Біз v-ның мәнін таптық. Енді v-ның мәнін орнына апарып қойып, x-тің мәнін, u-дің мәнін табамыз. v-ның мәні бізде x квадрат шықты. Сонда u' көбейтілген x квадрат. Мынау бізде 0-ге тең болған. 0-ді қойып кетеміз, ол 0 болып кетеді. Тең 2x куб. Екі жағында x квадратқа бөліп жіберетін болсақ, u' тең 2x қалады екен. Сонда u' деп отырғанымыз du бөлінген dx тең 2x, dx-ті теңдіктің оң жағына жіберетін болсақ, 2x көбейтілген dx болады. Енді айнымалыларын ажыратып алдық, екі жағын интегралаймыз. Сонда u тең 2 көбейтілген x квадрат бөлінген 2 қосылған s. 2 мен 2 қысқарады, сонда u тең x квадрат қосылған s шығады екен. Енді u мен v-ның мәнін таптық. Біз енді жалпы шешімін жазамыз.
жалпы шешімін бағана біз y тең uv деп алдық. Сонда y тең u-дің мәні бізде x квадрат қосылған с, ал b-ның мәні бізде x квадрат. Бұны ашып түсетін болсақ жақшаны, x-тің 4 дәрежесі қосылған x квадрат с деген жалпы шешім шығады екен. Так, ондай жауап бізде x-тің 4 дәрежесі қосылған. Так, бізде a келмейді, b келмейді. Жауабы бізде с келеді екен. Қалғандары келмейді. Келесі 6-шы сұрақ. Так, 6-шы сұрақ бізде интегралдың мәнін табыңыз дейді. Яғни бізде ол анықталған интеграл. Так, 1-ден 2-ге дейін шектері 3x квадрат қосылған 3 көбейтілген, мынаны біз x-тің -4 дәрежесі деп жазып алсақ болады. Сонда интеграл алатын болсақ, 3 көбейтілген x-тің 3 дәрежесі бөлінген 3 қосылған 3 көбейтілген x-тің -4 дәрежесіне 1-ді қосамыз, және бөлімде -4 плюс 1 деп жазылады екен. Енді осыған шектерін қоямыз орнына барып. 2 мен 1. Так, мұнда 3 пен 3 қысқарады. Мұнда бізде -4 плюс 1, ол жерде -3 шығады. -3 пен 3 қысқарады. Сонда x куб минус x-тің -3 дәрежесі шығады. Так, 2-ден 1-ге дейін. Так, біріншісі 2-ні қоямыз. Сонда 2-нің кубы бізде 8 минус 1 бөлінген 8. Енді азайтамыз осы жерден. 1-ді қоямыз мұнда. 1 азайтылған 1 бөлінген 1. Сонда мұнда бізде 0 шығады. Мұнда 8-ден береміз. 8-ден 64 азайтылған 1. Ол тең болады бізде 63 бөлінген 8-ге. Ондай жауап бізде Б жауабында тұр екен. Келесі 7-ші, берілген 2 нүкте арқылы өтетін түзудің К бұрыштық коэффициентін жазыңыз дейді. Бізде түзудің теңдеуі. Так, y тең kx қосылған b. Осы жердегі бізде k-ны сұрап тұр. Енді мына 2 нүктені қалай біз түзудің теңдеуін жазамыз? Ол формула бізде мына түрде. X азайтылған x1 бөлінген x2 азайтылған x1 тең болады бізде y азайтылған y1 бөлінген y2 минус y1. Сонда орнына апарып қоятын болсақ, x азайтылған x1 дегеніміз мынау 2 бөлінген x2 деп отырғанымыз 3-ке тең, и азайтамыз 2-ні x1-ді. Келесі y азайтылған y1-дің мәні бізде -5-ке тең. Сосын y2-ның мәні бізде 2-ге тең. Одан азайтамыз -5-ті, ол бізде плюс 5 болады. Енді ары қарай пропорциямен шығаратын болсақ, x минус 2-ні көбейтеміз 7-ге. 7 көбейтілген x минус 2 тең болады бізде 1 көбейтілген y плюс 5. Сонда 7x минус 14 тең y плюс 5, y тең 7x минус 19. Енді бізде мына жерде 7 деп отырғанымыз ол бұрыштық коэффициент. Сонда бізде k-ның мәні 7-ге тең. Ондай жауап бізде Е жауабында тұр. Келесі 8-ші есеп. Дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табыңыз дейді. Бұл бізде айнымалысы ажыратылатын дифференциалдық теңдеу. Бірінші 1 минус x квадрат көбейтілген dy. И мына функцияны теңдіктің оң жағына жүретін болсақ, минус x, y, dx шығады. Енді айнымалысын ажырату үшін бізде dy-дің алдында тек y-ға байланысты функциялар тұру керек. Ал мұнда dx-тің алдында x-ке байланысты ғана функциялар тұру керек. Енді қарасақ, мына жерде бізде 1 минус x квадрат артық, ал мұнда бізде y артық. Сондықтан екі жағында 1 бөлінген 1 минус x квадратқа көбейтеміз, мынадан құтылу үшін. И сосын көбейтеміз y-ға. Сонда қалатын бізде dy бөлінген y
тең минус x бөлінген 1 минус x квадрат и көбейтілген dx. Айнымалыларын ажыратып алдық. Енді екі жағында интегралдай берсек болады. Мына интегралды біз бөлек есептеп алсақ, бөлек есептесек, так, интеграл x бөлінген 1 минус x квадрат көбейтілген dx. Мына жерден біз жаңа айнымалы енгіземіз. 1 минус x квадрат деп отырғанымызды t деп алсақ, енді екі жағында дифференциалдаймыз, яғни туындаламыз. Сонда минус 2x көбейтілген dx тең dt-ға. Енді осы жерден dx табатын болсақ, ол бізде минус dt бөлінген 2x-ті береді екен. Енді осы енгізген жаңа айнымаларды орнына апарып қоямыз. Сонда интеграл x бөлінген 1 минус x квадрат деп отырғанымыз t-ға тең, ал dx деп отырғанымыз минус dt бөлінген 2x-ға тең. x пен x қысқарады, и мында минус 2-ден 1-ді интеграл алдына шығарып жібереміз. Сонда dt бөлінген t қалады екен. 1 бөлінген t-ның интегралы бізде ln t-ға тең. Ал енді t деп отырғанымыз 1 минус x квадрат. Минус 2-ден 1 ln 1 минус x квадрат. Енді осыны апарып орнына қоямыз. Так. Сонда мұнда бізде 1 бөлінген y-тің интегралы ln y тең минус, минус пен минус плюс болады. 2-ден 1 ln 1 минус x квадрат и қосылған с. ln с. Енді мына жерден біз логарифмдер қасиетін қолданып, 2-ден 1-ді 1 минус x квадраттың дәрежесіне шығарып жіберсек. Сонда ln y тең ln түбір асты 1 минус x квадрат и плюс ln с. Енді логарифмдер қасиетін қолданамыз тағы. ln y тең екеуі арасы қосу болғандықтан бір-біріне көбейтіліп кетеді. Сонда ln с көбейтілген түбір астында 1 минус x квадрат. Енді екі жағынан да ln-ді жойып жіберсек. Екі жақтан да ln-ді жоятын болсақ, y тең с көбейтілген түбір астында 1 минус x квадрат шығады. Жалпы шешім. Так, ондай жалпы шешім бізде мында жоқ. Екі жағында квадраттап жіберсек, y квадрат тең с-ның өзін жазсақ болады. И 1 минус x квадрат. Енді бұндай жауап бізде а келмейді, б келмейді, с келмейді, д келмейді. Е бізде осы жауапқа келіп тұр. Келесі 9-шы сұрақ. А, Б векторлары берілген. 3а көбейтілген Б векторлық көбейтіндінің модулін табыңыз дейді. Ең алдымен біз А векторының координаталарын жазып алайық. Ол бізде 4, бізде g жоқ, жоқ болғандықтан бізде 0 деп жазамыз. И k-ның алдына коэффициент бізде 4-ке тең. Келесі Б векторының координаталары минус 1, 3 және 2. Мұнда бізде 3а мен беріліпті. 3а мен берілетін болса, ол 3а векторы бұл тең болады бізде 12, 0 және 12. Енді векторлық көбейтіндісінің модулі дейді. Векторлық көбейтіндісін жазатын болсақ, көбейтілген Б. Так, матрица сызамыз бұған. Мына жерде біз и, ж, к деп белгілеп аламыз. Сосын мұндағы А векторын жазамыз. Координаталарын 12, 0, 12. Енді мұнда Б векторының координаталарын жазамыз. Минус 1, 3 және 2. Енді үшінші рет анықтауышты есептеу үшін біз жазамыз. Так, и, так, мына жерде негіз бізде мынау керісінше. Так, и, ж. Сонда и көбейтілген 0 көбейтілген 2 қосамыз оған ж көбейтілген 12
көбейтілген минус 1, сосын қосылған бізде 12 көбейтілген 3 көбейтілген к. Одан азайтамыз келесі. К көбейтілген 0 көбейтілген минус 1, қосылған 12 көбейтілген g көбейтілген 2, и қосылған 12 көбейтілген g көбейтілген 2, қосылған 12 көбейтілген 3 көбейтілген i. Енді осының бәрін есептейтін болсақ, так, мына жерде бізде 0, мында минус 12 g, қосылған 36 к, сосын минус жақша ішінде мынау бізде 0-ге тең, сосын 24 g, и потом 36 қосылған 36 i тең. Сонда бізде жалпы шығатын болсақ 36 i жерде 2 қосылып кетеді, минус 36 g и плюс 36 к шығады. Векторлық көбейтіндісінің енді бізде модулін табыңыз дейді. Модулін табу үшін біз жазамыз. Так, 3а көбейтілген b модулі, ол бізде түбір астында и g к-ның алдында тұрған коэффициенттердің квадраттарының қосындысы. Сонда 36-ның квадраты қосылған минус 36-ның квадраты қосылған 36-ның квадраты. Так, осы есептейтін болсақ, түбір астында 3888 шығады. Ондай жауап бізде Е жауабында тұр. Келесі 10-шы сұрақ. Асылжан сөзіне неше әртүрлі алмастыру жасауға болады дейді. Так, алмастыру формуласы бізде пи тең n факториал. Енді мына жерде бізде неше әріп бар Асылжан сөзінде. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 факториалы, бірақ бізде мына бір а деген әріп 2 рет қайталанған. 2 рет қайталанатын болса, бізде 2 факториалға бөліп жүреміз. Сонда 2 көбейтілген 3 көбейтілген 4 көбейтілген 5 көбейтілген 6 көбейтілген 7. Мұнда біртте жазылайық. 1 көбейтілген 2. Неге қысқартып жүреміз. Сонда қарай 3 көбейтілген 4 көбейтілген 5-тікі көбейтілген 6 көбейтілген 7. 2520 шығады. 2520. Ондай жауап бізде А жауабында тұр. Келесі 11-ші есеп. Қатарының жинақтылық аралығы дейді. Бұл қатар бізде дәрежелік функционалды қатардың жинақтылығы. Біз бұны екі жолмен шығара аламыз. Егер бірінші мына бізде берілген қатардың дәрежесі секірмейтін болса, дәрежесі секірмейді. Дәрежесі секірмейтін болса, біз радиусын тауып, мына формулаға саламыз. R тең лимит, яғни Даламбер формуласы. N-нің ұмтылғанда шексіздікке модуль ішінде AN бөлінген AN плюс 1. Егер екінші жағдай дәрежесі секірмелі болса, дәрежесі секірмелі болатын болса, онда бізде екінші формасын қолданамыз. Лимит n ұмтылғанда шексіздікке модуль ішінде UN плюс 1 x бөлінген UN көбейтілген x кіші бізде 1-ден. Осы екі формуланың біреуіне қоямыз. Бірінші тексереміз дәрежесін. X-тің 2n минус 1 дәрежесі. Мысалы 1-ді қоятын болсақ,
x-тің 1 дәрежесі шығады екен. 2-ні қоятын болсақ, x-тің 3 дәрежесі шығады екен. 4-ті қоятын болсақ, 8 x-тің 7 дәрежесі шығады екен. Яғни бізде дәрежесі секірмелі. Сондықтан біз екінші формулаға барып қоямыз. Сонда лимит n ұмтылғанда шексіздікке x 2 дәрежесі көбейтілген n плюс 1 минус 1 бөлінген 2 жақша ішінде n плюс 1 минус 1 көбейтілген, мынаны теріс айналдырып жаза саламыз мұнда. Мынаны өшіре салайық. Бөлеміз. X-тің 2n минус 1 дәрежесі бөлінген 2n минус 1-ге. Сонда лимит x ұмтылғанда x деп n ұмтылғанда шексіздікке x-тің 2n дәрежесі 2-ні 1-ге өтеміз, 2 азайтамыз 1-ді плюс 1 жазылады. Бөлінген 2n плюс 2 минус 1 ол бізде плюс 1. Көбейтеміз, алым мен бөлімнің орнына ауысады. Сонда 2n минус 1 алымында бөлімінде x-тің 2n минус 1 дәрежесі. Тағы жазамыз мұнда лимит n ұмтылғанда шексіздікке дәреже қасиетін қолданамыз. X-тің 2n дәрежесі көбейтілген x бөлінген 2n плюс 1 көбейтілген 2n минус 1 бөлінген x-тің 2n дәрежесі көбейтілген 1 бөлінген x. Сонда x-тің 2n дәрежесі мен x-тің 2n дәрежесі қысқарады. Сонда қалатыны бізде x пен 1 бөлінген x мұнда көбейтіліп кетеді. X-тің квадраты. X-тің квадратының жақша сыртына лимиттің алдына шығарып жібереміз. Сонда лимит n ұмтылғанда шексіздікке 2n минус 1 бөлінген 2n плюс 1. Ол тең болады. Бізде мына жер 1-ге тең болады. Сонда x квадрат модулі бізде 1-ден кіші. Енді осыны шығаруымыз керек. Сонда модуль квадрат пен 2 жазбай қойсақ болады негізінен. Сонда x модуль кіші 1-ден, x кіші 1-ден және x үлкен минус 1-ден. Сонда жалпы несі минус 1 және 1 аралық. Боялмайды пока. Минус 1 x-ке ұмтылып тұр. Ал 1 x-тен үлкен. Және сол жаққа барады. Сонда аралықтар минус 1 мен 1 аралық. Енді бізде жауапты іздейтін болсақ, біреу қатаң емеспен берілген. Сондықтан бізде минус 1 мен 1 кіре ме аралыққа немесе кірмей ме, соны анықтауымыз керек. Сонда бірінші минус 1-ді тексереміз. X тең минус 1. Орнына барып қоятын болсақ, x-тің 2n минус 1. Осының белгісі n тең 1. Минус 1-ді қоямыз. 2n минус 1. Бөлінген бізде 2n минус 1. 2n минус 1. Мына қосында бізде Лейбниц белгісіне келеді. Себебі таңбасы ауыспалы қатар. Бірінші жағдай бойынша бізде таңбасы ауыспалы болу керек. n-нің орнына 1-ді қоятын болсақ, минус 1-дің
1 дәрежесі, сосын 2-ні қойсақ минус 1-дің 3 дәрежесі, сосын 3-ті қоятын болсақ, так, 6, 5 дәрежесі. Яғни бізде таңбасы Лейбництің 3 қасиеті орындалу үшін, біріншісі бізде таңбасы ауыспалы болу керек, екіншісі бізде кеммел болу керек, қатар кеммел болу керек, үшіншісі лимит n ұмтылғанда шексіздікке берілген функциямыз нөлге ұмтылу керек, нөл шығу керек. Мына жерден бізде бірінші жағдайдың өзі келіп тұрған жоқ. Себебі мынаның таңбасы ауыспалы емес. Минус 1 дәрежесі минус 1, минус 1, минус 1 деп кете береді екен. Сондықтан мынау бізде жинақсыз. Минус 1 бізде жинақсыз. Енді x тең 1-дің өзін қарастырып көрсек. Қосынды белгісі шексіздік n тең 1, 1 бөлінген 2n минус 1. Жазбай қойсақ та болады. 2n минус 1, 2n минус 1 деп жазып қойды. Негізі особо рөл ойнамайды. Енді 1 бөлінген 2n минус 1. Мынау бізде n-нің дәрежесі 1-ге тең. 1-ге тең. Яғни гармоникалық қатар, ол бізде жинақсыз. Сонда минус 1 мен 1-де аралыққа кірмейді. Сонда жауабы мына түрде қала береді. Енді осы түрдегі жауапты іздейтін болсақ, минус 1 мен 1-дің аралығы, ол бізде С жауабында тұр екен. Қалғандары келмейді. Келесі 12-ші сұрақ, ықтималдылықтың классикалық анықтамасы дейді. Қарап тұрсақ, бірінші элемент n элементтер оқиғалар кеңістігінің барлық оқиғалар саны m а оқиғасының қолайлы оқиғалар дейді. Так, мынау келмейді. Бізде n квадрат көбейтілген m деген формуласы жоқ. 2n көбейтілген m деген формуласы да жоқ, және n көбейтілген m деген формуласы да жоқ. Сонда бізде соңғы қалып тұрғаны d жауапқа келеді екен. Яғни а оқиға n элементтер оқиғалар кеңістігінің барлық оқиғалар саны m а оқиғасына қолайлы оқиғалар саны. Сонда бұл d жауабы болады екен. Келесі есеп y-тің x бөлінген y тең x бөлінген 4 минус x квадрат функциясының туындысы дейді. Так, бұл туындысының формуласы бізде негізінен u бөлінген v туындысына келіп тұр. Бөлшектің алымы u штрих көбейтілген v минус u көбейтілген v штрих и бөлінген v-ның квадраты. Енді осыған апарып қоятын болсақ, u деп отырған x-тің туындысы 1-ге тең и көбейтілген 4 минус x квадрат, азайтылған u деп отырғанымыз x көбейтілген v-ның туындысы. v деп отырғанымыз 4 минус x квадрат. 4-тің туындысы 0, минус x квадраттың туындысы минус 2x. Және бөлінген 4 минус x квадраттың квадраты. Енді ықшамдайтын болсақ, 4 минус x квадрат минус плюс 2x квадрат. Так, мұнда 4 минус x квадраттың квадраты тең 4 плюс x квадрат бөлінген 4 минус x квадраттың квадраты деген жауап шығады екен. Так, біріншісі бізде келмейді а, б жауабы келмейді, с жауабы келмейді. Так, д жауабы да келмейді, е жауабы келеді. Келесі есеп анықталмаған интегралдың шешімі дейді. Так, мұнда берілген жазып алайық. Синус квадрат x көбейтілген косинус куб x көбейтілген dx. Енді біз бұны шығару үшін жаңа айнымалы енгіземіз. Енді синус x қандай да бір t деп алсақ, енді осыны дифференциалайтын болсақ, синус x-тің туындысы косинус x көбейтілген dx тең dt. Сонда dx деп отырғанымыз dt бөлінген косинус x-қа тең екен. Так, тең интеграл синус квадрат x дейді. Синус x деп отырғанымыз t, t-ның квадраты
көбейтілген косинус куб x көбейтілген dx деп отырғанбыз. dt бөлінген косинус x. Косинус x пен дәрежесі қысқарады. Сонда бізде қалатыны t квадрат көбейтілген косинус квадрат x. Ал біз косинус квадрат x-ті бір азайтылған синус квадрат x деп жазып алсақ болады екен. Енді біз жаңағы айтқанымыз синус x деп отырғанымыз t-ға тең. Сонда интеграл t квадрат жақша ішінде бір азайтылған t-ның квадраты көбейтілген dt. Сонда t квадрат минус t-ның 4 дәрежесі dt, оның интегралы бізде t куб бөлінген 3 минус t-ның 5 дәрежесі бөлінген 5 қосылған с. Теңен t деп отырған синус x-қа тең. Орнына апарып қоятын болсақ, синус куб x бөлінген 3 минус синустың 5 дәрежесі 5 дәрежесіндегі x бөлінген 5 қосылған с деген жауабы шығады екен. Так, бізде а келмейді, б келмейді. С жауапқа келіп тұр. Так, келесі есеп. Интегралдың мәні дейді. Интеграл жақша ішінде а қосылған б көбейтілген x куб жақша жабылған квадрат көбейтілген dx. Енді а мен б деп отырғанды біз кәдімгі коэффициенттер ретінде ала берсек болады, сан ретінде. Сонда мынаны ашатын болсақ, интеграл а квадрат қосылған 2а б көбейтілген x куб қосылған б квадрат көбейтілген x-тің 6 дәрежесі dx. Тең интегралдайтын болсақ, а квадрат деп отырғанымыз қандай да бір коэффициент, сондықтан оның алдына x-ті тіркеп жаза саламыз. А квадрат көбейтілген x қосылған, так, мында 2 көбейтілген а көбейтілген б көбейтілген x-тің 4 дәрежесі бөлінген 4. Және қосылған б квадрат көбейтілген x-тің 7 дәрежесі бөлінген 7. Мына 2 мен 4 қысқарады, 2 қалады мұнда. Так, сразу салайық мұнда. Плюс с десек, ондай жалпы шешім бізде. Мұнда 2, 7. А жауабы келеді екен. Так, б келмейді, с келмейді, куб, д да келмейді, және е де келмейді. Тек қана а жауабы келеді. Келесі есеп бізде лимит x ұмтылғандағы 0-ге, яғни шектің мәнін табыңыз дейді. Сіздерге лайфхак, x ұмтылғанда 0-ге арктангенс 2x бөлінген синус 3x. Так, сіздерге лайфхак, мұндағы бізде x-ің алдында тұрған 2 коэффициентке қараймыз, сосын x-ің алдындағы 3-тен коэффициентке қараймыз. Негізінен бұл бірінші тамаша шекке келеді. Осы сандарды құра жазылымыз жауапқа 3-тен 2. Яғни шығарыпты уақыт кетірмейміз. 3-тен 2 деген жауап а жауабында тұр екен. Келесі дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табыңыз дейді. Так, бұл бізде бір текті дифференциалдық теңдеу. Ал бір тек дифференциалдық теңдеудің жалпы түрі бізде y-тің бірінші туындысы f от y бөлінген x түріне келу керек. Егер бізде осы түрге келетін болса, онда ол бізде бір текті дифференциалдық теңдеу деп аталады. Сонда жазамыз мұнда. x көбейтілген y-тің бірінші туындысы тең x тангенс y бөлінген x бөлінген x и азайтылған, қосылған y. Енді осы жерден бізге мына формулаға келу үшін y-тің бірінші рет туындысына қалу керек, теңдіктің сол жағында. Сондықтан мына жерде біз x-тен құтылуымыз керек. Енді екі жағында 1 бөлінген x-ға көбейтіп жібереміз. Сонда y-тің бірінші рет туындысы мында x көбейтілген тангенс y бөлінген x қосылған y бөлінген x болады. Енді екі бөлшекке бөліп жазатын болсақ,
Мына x пен x қысқарып кетеді да, тангенс y бөлінген x қосылған y бөлінген x деген бір текті дифференциалдық теңдеу шығады екен. Енді біз бір текті дифференциалдық теңдеуді қалай шығарамыз? Ол үшін біз y бөлінген x қандай да бір t деп аламыз. Енді осы жерден y-ді өрнек деп аламыз. Сонда t көбейтілген x және осыдан туындалатын болсақ, y-дің бірінші рет туындысы тең t-ның бірінші рет туындысы көбейтілген x қосылған x-дің туындысы 1-ге тең, яғни t-ның өзі қалады екен. Енді осыны апарып орнына қоямыз. Сонда t штрих x қосылған t тең бізде тангенс t қосылған t. Екі жақтан да мына t-лар жойылып кетеді. Сонда t штрих көбейтілген x тең тангенс t. t штрих деп отырғанымыз dt бөлінген dx-қа тең. Сонда dt бөлінген dx көбейтілген x тангенс t. Мынау бізде айнымалысы ажыратылатын дифференциалдық деңгейге келіп тұр. Біз мына жерден dx-қа көбейтіп жібереміз. Сонда x dt тең тангенс t dx. Бізде мында t-ның алды t-ға ұқсас функция тұру керек алдында, теңдіктің сол жағында. Ал мында dx-қа ұқсас функция тұру керек алдында, яғни x. Сонда мына жерден бізде x артық болғандықтан 1 бөлінген x-ға көбейтеміз. Ал мында тангенс t артық болғандықтан тангенс t-ға көбейтіп жібереміз. Сонда dt бөлінген тангенс t қалады мында. Ал мында dx бөлінген x. Енді екі жағында интегралдай берсек болады. Так, енді 1 бөлінген тангенс t деп отырғанымызды біз тағы басқа жазбасақ болады. Ол бізде котангенс t көбейтілген dt тең dx бөлінген x. Котангенстің интегралы бізде так ln синус t тең ln x қосылған ln s. Сонда ln синус t тең логарифмдер қасиеті бойынша ln x көбейтілген s. Екі жағында логарифмнен жойып жібереміз. Сонда синус t тең x көбейтілген s. Ал t деп отырмыз бастапқыда y бөлінген x-қа тең. Синус y бөлінген x тең x көбейтілген s деген жалпы шешім шығады екен. Так, ондай жалпы шешім бізде так, синус y бөлінген x тең cx дейді. Дұрыс. А жауабы келеді. Келмейді. Келмейді. Так, келесі есеп осы екі түзу арасындағы фи бұрышын табыңыз дейді. Так, біз мына екі түзуді мына түрге келтіріп алуымыз керек. Y тең k1x қосылған b, y тең k2x қосылған b түріне. Осы жерден біз k1 мен k2-ні тауып, мына екі түзу арасындағы бұрыш формуласы бізде тангенс x. Енді тангенс x болған тангенс фи деп алайық. Тангенс фи k2 азайтылған k1 бөлінген 1 қосылған k1 көбейтілген k2. Осы формулаға апарып саламыз. Сонда біріншісі 5x минус y қосылған 7 тең 0. Сонда мұнда y-ді теңдіктің оң жағына жүретін болсақ, y тең 5x плюс 7. k1-ді біз таптық, ол 5-ке тең. Енді келесі екіншісі 3x қосылған 2y тең 0. 2y тең минус 3x, y тең минус 3 бөлінген 2 көбейтілген x. Яғни k2-нің мәні бізде минус 2-ден 3. Сонда орнына апарып қоятын болсақ, тангенс фи k2 бізде минус 2-ден 3-ке тең. Минус 2-ден 3-ке тең. Минус k1 5-ке тең. Сосын 1 қосылған минус 1,5 көбейтілген 5.
Так, сонда бізде минус 6,5 бөлінген 1 қосылған минус 1,5 бөлінген 5. Так, 7,5. Иә, минус 6,5 шығады. Екеуін білетін болсақ, бізде 1 шығады. Ал тангенс 1 деп отырғанымыз, ол 45 градус. Ол пи бөлінген 4-ке тең. Ондай жауап бізде, так, Д жауабында тұр. Келесі есеп тағы интеграл. Интеграл синус а қосылған bx көбейтілген dx. Енді мұнда да біз жаңа айнымалы енгізу арқылы шығарамыз. А қосылған bx-ті қандай да бір т деп алсақ, енді екі жағын дифференциалдаймыз. Сонда b dx тең dt, bx деп отырғанымыз тең болады dt бөлінген b-ға. Тең. Енді орнына апарып қоямыз. Интеграл синус а қосылған bx деп отырғанымыз т-ға тең. И көбейтілген dx деп отырғанымыз dt бөлінген b-ға тең. Бұны интеграл сыртына шығарып жібереміз. 1 бөлінген b интеграл синус т dt. Енді синустың интегралы бізде минус косинусты. Сонда b-дан 1 минус косинусты плюс с. Енді т деп отырамыз а қосылған bx. Минус b-дан 1 косинус а қосылған bx қосылған с бізде жалпы осы интегралдың шешімі болады. Онда шешім бізде келмейді. Иә, д жауабы келіп тұр. Келесі есеп 2х плюс 3y плюс 4 тең 0 түзуі берілген және m0 нүктесінен өтетін және берілген түзуге параллель түзудің теңдеуін жазыңыз дейді. Так, енді біз жазайық. Бірінші берілген 2х қосылған 3y плюс 4 тең 0. Енді бұл түзуге параллель түзудің теңдеуі жазылады бізде мына түрде. Ол үшін бізде x-тің алдында коэффициенттер мен y-тің алдында коэффициенттер біріне тең болады. Сонда бізде ол түзудің теңдеуі 2х қосылған 3y және бізде d-сы оның белгісіз плюс d. Енді қандай да бір сан. Енді мына m0 нүктесі 2-ден 1. Осы түзу осы нүктесінен өтетін және берілген түзуге параллель дейді. Бұл нүкте арқылы өту үшін мынау бізде x-тің мәні, x0-дің мәні, ал мынау y0-дің мәні. Осыны апарып берілген түзуге қоямыз. Түзудің теңдеуіне. Сонда 2 көбейтілген 2 қосылған 3 көбейтілген 1 и қосылған d тең 0. 2-ні 2-ге өтеміз 4 қосылған 3 қосылған d тең 0. Сонда d тең минус 7-ге болады. Сонда біздің параллель түзудің теңдеуі 2х қосылған 3y и минус 7 тең 0 деген түрге келеді екен. Ондай жауап бізде b жауабында тұр. Келесі функциясының туындысы дейді. Так, бұл да бізде күрделі функция. Бірінші сыртқы функция бойынша туындаламыз, сосын ішкі функциядан туындаламыз. Сонда y-тің бірінші рет туындысы тең ln тангенс x бөлінген 2-нің өзінен туынды. И көбейтеміз, ішкі функциясы бізде тангенс x бөлінген 2-ден туындаламыз. И көбейтілген соңғы x бөлінген 2-ден туындалады екенбіз. Сонда ln-нің туындысы бізде 1 бөлінген тангенс x бөлінген 2 шығады. И көбейтілген тангенстің туындысы бізде 1 бөлінген косинус квадрат x бөлінген 2-ге тең болады екен. И көбейтілген x-тің туындысы мұнда бізде 1-ге тең. Сонда 2-ден 1 шығады. Сонда 2-ден 1 көбейтілген. Тангенс x бөлінген 2-ні біз төңкеріп жататын болсақ, ол бізде котангенс x бөлінген 2-ні береді екен. И көбейтілген 1 бөлінген косинус квадрат x бөлінген 2. Енді ықшамдауымыз керек. Ықшамдайтын болсақ, ары қарай.
Так, 2-ден 1 көбейтілген котангенс x бөлінген 2 деп отырғанымыз косинус x бөлінген 2 и бөлінген синус x бөлінген 2-ге тең болады екен. Және көбейтілген 1 бөлінген косинус квадрат x бөлінген 2. Мынаның дәрежесімен косинус x бөлінген 2 кетеді. Сонда бізде қалатыны 1 бөлінген 2 синус x бөлінген 2 көбейтілген косинус x бөлінген 2. Так, мына жинақтайтын болсақ, ол бізде синус x-ті береді екен. Сонда ондай жауап бізде С жауабында тұр. Келесі есеп бізде А, Б, С векторлары берілген. Осы векторлардың аралас көбейтіндісін табыңыз дейді. Так, А, Б, С векторларының координаталарын жазып алсақ, бірінші А векторының координаталары бізде -4, 2 және -1. Так, Б векторының координаталары 3, 5, -2. С векторының координаталары бізде бірінші и жоқ, сондықтан 0, сосын 1, сосын 5. Енді аралас көбейтіндісін есептеу үшін біз жазамыз мұнда А көбейтілген Б және көбейтілген С. Мұнда бізде 6 Б 3 С дейді. Яғни 6 мен 3 көбейтіп жібереміз, сонда 18. Тең. Аралас көбейтіндісін шығару үшін біз матрица құрамыз, яғни үштік матрицаны шығарамыз. Сонда -4, 2, -1, 3, 5, -2, 0, 1, 5. Енді үшбұрыштар әдісімен шығарамыз бұл үштік матрицаны. Сонда -4 көбейтілген 5 көбейтілген 5, оған қосамыз 2 көбейтілген -2 көбейтілген 0, оған қосамыз 3 көбейтілген 1 көбейтілген 1-ді. -1-ді. Енді азайтамыз келесі. -1 көбейтілген 5 көбейтілген 0, оған қосамыз біз 3 көбейтілген 2 көбейтілген 5-ті, және оған қосамыз 1 көбейтілген -2 көбейтілген -4-ті. Сонда -4-ті 5-ке өтеміз. Так, мұнда бізде 20 -100 қосылған мынау бізде 0 и азайтылған 3, сосын азайтылған мынау бізде 0, 3-тек өтеміз 6, 5 30, сосын плюс 2 4-ке өтеміз 8. Тең -103, сосын -38. Сонда ол бізде -141-ді береді екен. Енді біз матрицаны, үштік матрицаны шығарып алдық, -141-ді. И алдында бізде 18 бар. Сонда 18 көбейтілген -141, ол бізде шығады екен -2538. Ондай жауап бізде так А емес, Б жауабы болады екен. Қалғандары келмейді. Келесі есеп берілген функцияның туындысы. Так, бұл берілген функцияның туындысы U бөлінген В мен шығады. Тең U' көбейтілген В, азайтылған U көбейтілген V' бөлінген V квадрат. Сонда еріктің бірінші рет туындысы тең, так, 2x-тің туындысы көбейтілген 1 - x квадрат, азайтылған 2x көбейтілген 1 - x квадраттың туындысы. Және бөлімінде 1 - x квадраттың квадраты. Сонда 2x-тің туындысы бізде 2-нің өзі шығады. Сосын 1 - x квадрат, азайтылған 2x көбейтілген 1 - x квадраттың туындысы -2x. И бөлінген бізде 1 - x квадраттың квадраты. Тең бөлшек
шектің алымында 2 минус 2х квадрат плюс 4х квадрат және бөлімінде 1 минус х квадраттың квадраты. Ары қарай шығындаймыз тағы 1 минус х квадраттың квадраты 2 плюс 2х квадрат шығады екен. Ондай жауап бізде мында 2-ні жақша сыртына шығаратын болсақ, ортақ көбейткішті 1 қосылған х квадрат қалады. И бөлімінде 1 минус х квадраттың квадраты шығады. Енді ондай жауап бізде А жауабында тұр. Келесі есеп анықталмаған интегралдың шешімін табыңыз дейді. 1 минус х бөлінген х-тің квадраты dx. Бұлай жазбасақ, дәрежелер қасиетін қолданып 1 минус х-тің квадраты бөлінген х квадрат көбейтілген dx тең 1 минус х-тің квадратын ашатын болсақ, интеграл 1-дің квадраты азайтылған 2х плюс х квадрат бөлінген х квадрат dx. Сонда оны былай жазамыз. 1 бөлінген х квадраттың интегралы азайтылған 2 көбейтілген 1 бөлінген х-тің интегралы қосылған интеграл dx. Енді осында интеграл алатын болсақ, мынау біз х-тің минус 2 дәрежесі, плюс 1, мұндан біз минус 1 бөлінген х шығады интегралдан, сосын минус 2 ln х және қосылған х плюс с. Енді осындай жауап іздеуіміз қажет. Ондай жауап бізде а келмейді, б келмейді, с x минус х-тан 1, с жауабы келеді. Қалғандары келмейді. Келесі есеп дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімі дейді. x минус y бөлшек y бөлінген y-тің бірінші рет туындысы тең 2 бөлінген y. X минус y-тің бірінші рет туындысы dy бөлінген dx-ға тең. Бұл төңкеріліп түседі да, бізде y көбейтілген dx бөлінген dy болады екен. Тең 2 бөлінген y. 2 бөлінген y. Сонда x минус y x штрих тең 2 бөлінген y. Енді x-қа бөліп жіберетін болсам, екі жағында бір азайтылған y. Жоқ, x-қа емес y-қа бөлім. Y-қа бөлетін болсам, x бөлінген y минус x штрих тең 2 бөлінген y квадрат. Сонда минус 1-ге көбейтіп жіберейік. Сонда x-тің бірінші рет туындысы минус x бөлінген y тең минус 2 бөлінген y квадрат шығады. Мынау бізде бірінші ретті сызықты дифференциалдық теңдеу. Сонда оны біз Бернулли әдісімен шығарамыз. x-ті u көбейтілген v деп алсақ, x-тің бірінші рет туындысы u штрих, v қосылған u көбейтілген v штрих. Енді осыларды орнына апарып қоямыз. Орнына апарып қоятын болсақ, u штрих v қосылған u көбейтілген v штрих минус u көбейтілген v бөлінген y тең минус 2 бөлінген y квадрат. Қайттан жазамыз өзін. u көбейтілген v штрих плюс u-ды жақша сыртына шығарамыз. Сонда v штрих минус v бөлінген y тең минус 2 бөлінген y квадрат. Мынаны біз нөлге теңестіріп аламыз. Сонда v штрих тең v бөлінген y болады екен.
Енді v штрих деп отырғанымыз dv бөлінген dy тең v бөлінген y. dy-ді теңдіктің оң жағына жібереміз, ал v-ны теңдіктің сол жағына жібереміз. Сонда dv бөлінген v, ал мында dy бөлінген y қалады екен. Айнымалыларын ажыратып алдық, енді интегралдай береміз. Сонда бізде ln v тең ln y шығады екен. Енді екі жағынан да біз ln-дерді жойып жібереміз логарифмдер қасиеті бойынша. Сонда v тең y шығады. v-ның мәнін таптық. Енді v-ның орнына апарып y-ді қойып, біз u-дің мәнін табамыз. Сонда u штрих көбейтілген y тең минус 2 бөлінген y квадрат. v штрих тең минус 2 бөлінген y-ға бөліп жібереміз мұнда. Сонда y куб u штрих деп отырғанымыз du бөлінген dy тең минус 2 бөлінген y-дің 3 дәрежесі. dy-ді теңдіктің оң жағына жібереміз, сонда көбейту болып барады. Минус 2 dy бөлінген y-дің кубы. Интегралдайтын болсақ, мұнда бізде u-дің өзі шығады, ал мұнда минус 2 көбейтілген интеграл y-дің минус 3 дәрежесі dy. Ол жерден бізде шығады. Минус 3 плюс 1. Y минус 2 бөлінген минус 2. Сонда u тең минус 2 мен минус 2 қысқарады. Сонда 1 бөлінген y квадрат шығады. Плюс с. Енді орнына апарып қоятын болсақ, u деп отырғанымыз x тең u деп отырғанымыз 1 бөлінген y квадрат қосылған с, и v деп отырғанымыз y-ға тең. Сонда жалпы шешімі 1 бөлінген y қосылған y s шығады екен. Бұндай жалпы шешім бізде жауапта бұған ұқсас жауап көрмейді. Сонда не істейміз? Екі жағында y-ға көбейтіп жүрсек. x, y тең 1 қосылған y квадрат с. y квадрат с. И мына жерден біз y квадрат с тең x, y минус 1 деп жазып алсақ. Сонда ондай жалпы шешім бізде д жауабында тұр екен. Д жауап болады. Келесі есеп. Бізде шеңбердің теңдеуі берілген. Шеңберінің А1-2 нүктесінде қақ бөлетін хордасының ұзындығын табыңыз дейді. Енді x минус 2-ның квадраты қосылған y минус 4-дің квадраты тең 10. Бізде жалпылама негіз шеңбердің теңдеуі. Теңдеуінің формуласы x минус a-ның квадраты қосылған y минус 4-дің 4 b-ның квадраты тең r квадрат. Енді шеңбердің центрі ол бізде O нүктесіне тең. Ал O нүктесі мұна A мен B нүктелері. A және B. Енді қарайтын болсақ, шеңбердің центрі сонда бізде A мен B-ның орнында 2 мен 4 тұр. 2 және 4. Яғни мынау бізде шеңбердің центрінің нүктесі. Ал енді бізде шеңбердің радиусы r квадрат 10-ға тең. R квадрат тең 10. Сонда шеңбердің радиусы бізде түбір асты 10-ға тең екен. Мысал алған кезде былай. Бізде қандай да бір шеңбер берілген. Шеңбер беріліп тұр. Және мынау бізде O нүктесі.
2-де 4. Сосын 1-де 2 нүктесінде примерно мына жерден хорда жүргізілген. Осы 1-де 2 нүктесі дегеніміз осы хорданың дәл ортасы. А нүктесі. Енді осы жерден сұрап тұрғаны бізде жерде С дей салайық. Сосын мына жақта Д дей салайық. С-ды хордасының ұзындығын сұрап тұр. Енді қарайтын болсақ, мынаған біз түзу жүргізетін болсақ, біз О түзуінің ұзындығын таба аламыз. Ол үшін бізде ОА ұзындығын табу үшін түбір астында x2. Ол бізде формуласы x2 минус x1-дің квадраты қосылған y2 минус y1-дің квадраты. Осыған апарып қоятын болсақ, түбір астында x2 минус x1 деп отырамыз. Бір азайтылған 2, яғни ол минус 1-дің квадраты қосылған y2 деп отырамыз 2, 2-ден азайтамыз 4-ті минус 2. Минус 2-нің квадраты. Сонда бізде О түзуінің ұзындығы бізде түбір асты 5-ке тең екен. Енді О түзуінің ұзындығын таптық. Енді мысалы мына жерде бізде мынау уже радиус болып табылады. Мынау радиус. Ол бізде түбір асты 10-ға тең, ал мына жақ бізде түбір асты 5-ке тең. Мынау енді бізде Пифагор. Сонда ол бізде ады түзуінің ұзындығы сонда Пифагор болатын болса, мынау бізде гипотенуза, О'ды бізде гипотенуза, ал АО мен ады бізде катеттер. Сонда түбір асты 10-ның квадратынан азайтамыз біз. Түбір асты 5-дің квадратын. Сонда ол жерден шығады бізде түбір асты 5. Яғни адының ұзындығы түбір асты 5-ке тең. Ал мынау бізде А нүктесі осы хорданың дәл ортасы болғандықтан, сонда ДС хордасының ұзындығын 2 көбейтілген ады ұзындығына тең. Сонда 2 көбейтілген ады ол бізде түбір асты 5-ке тең. Сонда бұндай жауап бізде 2 түбір асты 5 Б жауабында тұр. Келесі есеп бізде шек. Шектің мәнін табу үшін біз L'Hopital ережесін қолдансақ болады, немесе ықшамдап шығарсақ болады. Лимит x ұмтылғанда 0-ге. Тангенс x-ті біз синус x бөлінген косинус x деп ашып алсақ, сосын азайтылған синус x и бөлінген синус куб x тең лимит x ұмтылғанда 0-ге. Ортақ бөлім келтіретін болсақ, косинус x алынаған косинус x-тан беретін болсақ, синус x азайтылған синус x көбейтілген косинус x. И бөлінген бізде синус куб x, оны біз көбейткен аударатын болсақ, алымен бөлімнің орнына ауысады да 1 бөлінген синус куб x-ті береді. Сонда келесі лимит x ұмтылғанда 0-ге бөлімінде косинус x көбейтілген синус куб x, ал алымында синус x жақша сыртына шығаратын болсақ, синус x жақша ішінде 1 азайтылған косинус x қалады екен. Синустың 3 дәрежесін қысқарады синус x. Сонда лимит x ұмтылғанда 0-ге 1 азайтылған косинус x и бөлінген косинус x көбейтілген синус квадрат x. Ал синус квадрат x деп отырғанымыз, біз бұлай 1 азайтылған косинус квадрат x деп ашып жазылсақ болады. Енді лимит
x ұмтылғанда 0-ге 1 азайтылған косинус x алымында, ал бөлімінде косинус x көбейтілген а квадрат минус b квадрат бойынша ашатын болсақ, 1 азайтылған косинус x и көбейтілген 1 қосылған косинус x. Енді 1 азайтылған косинус x пен 1 азайтылған косинус x қысқартамыз. Тең болады бізде 1 бөлінген косинус x. 0-ді қоямыз апарып, косинус 0 и 1 қосылған косинус 0. Тең. 1 бөлінген косинус 0 де 1-ге тең. 1 қосылған 1 тең 2-ден 1 деген жауап шығады екен. Яғни Б жауабы. Келесі теңдеудің шешімі дейді. Бұндай теңдеулерді шығармай-ақ жауаппен тексеріп шығарсақ болады. Ең тиімді тәсіл осы. Минус 1 мен 1-дің аралығына біз кез келген 0,5 алсақ. X азайтылған. X азайтылған. X-тің орнына апарып. X-тің орнына апарып 0,5-ті қойсақ. Осы аралыққа кіретін. Сонда 0,5 минус 1 плюс 1 азайтылған 2 көбейтілген 0,5 тең 2 көбейтілген 0,5. Мына жерден бізде 0,5 плюс 0 тең 1 шығады. Яғни бір-біріне тең емес. А жауабы келмейді. Келесі 1 мен 0-дің аралығы. Біз қазған 0,5-ті қойып көрдік. Ол келмейді бұлда. Бізде Б-да жауапқа кірмейді. Енді С жауабы 0 мен 2. Яғни 0-дің өзі. Сонда 0 минус 1 қосылған 1 минус 2 көбейтілген 0 тең 2 көбейтілген 0. Сонда ол жерден бізде 1 плюс 1 тең 0-ге дейді. Яғни 2 тең емес 0-ге. Яғни бұл да жауапқа кірмейді С-да. Келесі Д жауабы. Біз бағана 0,15 алып көрдік. 0 мен 1-дің аралығына кіретін. Ол жауапқа кірмейді. Сондықтан Д жауабын алып тастаймыз. Енді келесі соңғы Е жауабын тексерсек. Бірінші 2-ні қойып көрейік. 2 минус 1 плюс 1 минус 4 тең 2 көбейтілген модуль ішінде 2. Сонда бізде 1 қосылған 3 тең болады бізде 4-ке. Яғни 4 тең 4-ке. Біріншісі келіп тұр. Енді 0,4-ті апарып қойып көрейік. 0,4 азайтылған 1 қосылған 1 минус 2 көбейтілген 0,4 тең 2 көбейтілген 0,4. Сонда мына жерде бізде 0,6 қосылған 0,2 және 0,8. Яғни 0,8 тең 0,8. Екі аралықта кіріп тұр. Яғни бізде жауап Е жауабы болады. Бүгінге осымен аяқталды. Жақсы, сау болыңыздар.